Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен венский вафлидің ең құпия рецептімен бөлісемін. Өте жұмсақ, нәзік, керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызды алып, 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Және де қоңырауша белгісін басыңыздар. Және де үстіне қантты қосып, венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Мөлшерлердің барлығы осы видеоның описание бөлімінде. Және де қаймақ қосамыз. Егер қаймақ қоссаңыздар, сіздердің вафлиларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Вафлидің жаңағы ненің орнына, қаймақтың орнына йогурт қоссаңыздар да болады. Және де ұнымызға 1,5 қасық қопсытқыш қосып, біртіндеп қосамыз да венчикпен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Біздің массамыз осындай қоймалжың қаймақ секілді болуы қажет. Енді қызып тұрған вафельницамызға осылай қамырымызды орналастырып шығамыз. Тым көп салып жүрмеңіздер, өйткені вафельницаның сыртына ағып кетуі мүмкін. Осылай салып орналастырып аламыз да, бетін жаңағы жауып, шамамен 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Мен вафельницамның асты тез қызады, сол себептен мен екінші жағын аударып, екінші жағында осылай жаңағы пісіріп аламын. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, ол мен үшін өте маңызды. Біздің вафлимыз дайын болды, өте жұмсақ, нәзік, керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Үстіне варенье болсын, сироппен болсын, шоколадпен болсын жей берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.